Сәлем. 90-шы жылдардың соңы Мұрат Насыров Ресейде мына әнмен танымал болады. Оған қоса біреулерің білсеңдер, біреулерің білмейтін шығарсыңдар. Бірнеше мультфильмдердің жаңағы бастапқы шапкасы дейді ғой. Шапкасына әндерді орындаған. Бір қарасаң аты шығып келе жатыр, бірақ аты шыққанмен ол өзінің әні емес, ол бразилиялық бір әннің кавері, былайша айтқанда. Өзінің үлкен бір лирикалық автор екенін көрсеткісі келеді Мұрат Насыровтың. Үлкен бір ғашықтық сезімі туралы екі адамның еш нәрсеге қарамастан бір-біріне жақын екені туралы бір ән ойлап табады да, соны жазады. Сөйтіп ол ән бірден атады, алтын граммофон алып келеді Мұратқа, және де оны лирикалық автор ретінде керемет танытады. Өйткені бірден осының алдындағы жетістіктердің бәрін жауып тастайтын ән. Осындай бір оқиға бүгінге. Күндеріңіз күшті өтсін.